Қайырлы таң. Мен біраз уақытқа кешігіп кіріп жатырмын. Ұйықтап қалыппын. Жалпы тікелей эфирлеріміздің арасы сәл ашылып кетті. Бұған енді біраз себептер болды. Қазір осыны айтып бергім келеді. Бүгінгі тақырыпты бастамастан бұрын. Ең бірінші нәрсе, айттым ғой, бұл 30 күндік тегін ақша туралы сабақты бастамастан бұрын менде бір ниет болған. Сол ниетіме де сәйкес шығар. Өзімде, өзімнің санамда, өмірімде біраз нәрселерде өзгеріс болып жатыр. Соның бір ауру форматында болды. 3 күн бойы ауырып, тамағым ауырып, жөтеліп, күшкілеп отырып, тікелей эфир өткізу бір түрлі болып өзіме көрінді. Одан гөрі лучше өзімді қазір тыңдайын, барлығын тоқтатайын. Бұл неге болып жатыр? Неге именно менімен бұл нәрсе болып жатыр деген сұрақтың жауабын іздедім. Сәйкесінше жауабын тауып, басқа жаққа көшіп кеттім. Қазір мүлдем басқа үйдемін деймін. Сәйкесінше бұл күшті комфорт. Екінші уют. Үшінші маған ыңғайлы менің деңгейімдегі жерге келдім. Сондықтан да мен всегда айтатын зат бұл әр сәт сайын өзіңді тыңдап, тоқтап, байқап, қарап, түсінгеннен кейін ғана көп нәрселер ашыла бастайды. Можно было, өзіңді тыңдамай, сыртқы шумен, жауапкершілік деп бұны алып, араны үзбеуге болар еді. Бірақ бұл нәрсе одан сайын ушып кетуі мүмкін. Мысығым құтырып атқан. Сондай болуы мүмкін еді. Ең бір қызық дүние, кейде адамдар осылай өзін тыңдай алмайды. Сыртқы дүниелерге мән беріп кетеді. Мысалы, сыртқы бір проблемалар болуы мүмкін. Ақшамен айтып, мысалы, қарыз болуы мүмкін, кредит пайда болуы мүмкін, қысылып қалуы мүмкін. Және сол қысылған уақытында адам сұрақ қою керек еді. Бұл неге менімен болып жатыр? Неге мен қиналып жатырмын? Немесе міне ажырасудың сәл алдында тұрсың, бірақ бұл ситуация маған не үшін беріліп жатыр? Қандай сабағым бар? Нені түсінуім керек? Міне немесе баламен сыналып жатырсың, балам ауырып жатыр. Болмаса өзің ауырып жатырсың, атанан ауырып жатыр. Бұның барлығының артында бір мән, бір сабақ бар ғой. Еркіне проблемалар келмейді ғой адамның басына. Қай уақытта келеді проблема? Когда адам өзін тыңдамай қалған кезде, өзін ұмытып кеткен кезде, екінші, үшінші орынға ысып тастап, өз қалауымен, өз жолымен емес, басқа жолға кетіп бара жатқан кезде, тарс еткізіп орнына қайтару үшін бір ситуация шығады. Бірақ біз ситуациядан шығудың жолын ғана іздейміз да, бірақ ол жердегі хикметті, яғни ол жерде қандай мән бар, қандай мағына бар, қандай опыт бар, не үшін менімен болып жатыр деген сұрақтың жауабына амал қылмаймыз да. Біз айналып жүреміз. Ол шешіледі. Мысалы, ауырып жатсаң, ауруыңнан айығарсың. Қарыз болсаң, бір күн болмасын, бір күн ол қарыздан шығарсың. Бірақ бұл жердегі мағына сен іздеуің керек еді. Бұл неге менімен болып жатыр? Неге мен? Мен не алуым керек? Қандай сабағым бар? Бұл ситуация мені қандай дүниеге дайындап жатыр? Кез келген ситуация бізді не жаңа бір деңгейге шығаруға, жаңа бір күшті нәрсе беруге, жаңа бір сатыға көтерілуге мүмкіндік та негізі. Кез келген проблеманы өсуге мүмкіндік деп қарайтын болса, ол уже проблема болудан қалып кетеді. Бұл тағы да мышленияның екінші түрі. Мысалы, адамдардың миы программаланып қалған соншалықты қиналуға. Яғни кез келген жерден қиындықты көреді, проблеманы көреді. Және сол проблеманың ішіне кіріп растворяция етіп қалады. Болды, мен жаманмын, маған күшті болу бұйырмаған, мен всегда қиын дей береді. Және өзінің адамдарға мүмкіндіктер күнде беріліп жатыр, күнде бізге жетер ұсыныстар, мүмкіндіктер, жолдар беріліп жатыр да. Осы жолдардың ішінде адам тек қана қиындарын тартып алады. Жеңіл нәрселерді, кайфовый дүниелердің барлығы өтіп кетеді. Неге? Себебі мына мида тек
қиналу дейтін цепочка бар. Мысалы, сізге тұрып мен там бөлмедегі ағзаттарға қараш десем, сен бөлмеден бірден ағзаттарды анықтайсың да көзбен. Немесе қара десем, сен қара түстерді уже іздей бастайсың. Так, мына жерде мынандай зат бар, мына жерде мынандай зат бар деп ойлай бастайсың. Тура сол сияқты адамның миында қиындық деген, қиналу дейтін процесс болса, ол тек қиындықты ғана көріп тұрады да. Оған андай жеңілдік, жақсылық, оңай дейтін сөздер мүлдем жоқ. Ол көре алмайды оны. Ол тек қиындықты көреді, и соны сыпырып тартып ала береді. Сосын адам қиынала береді. Мына әлем қиын деп ойлап қалады. Негізі бұған біздер жаңағы бала кезден бастап дайындайды. Біздің ата-анамыз да сол нәрседен өткен, біз де сол нәрсеге тәрбиеленгенбіз. Неге? Біздің алдыңғы бір-екі поколение сондай, бізден кейінгі поколениялар өзгермесе, бірақ көп жағдайда бізде қиындық деген нәрсені алып келген. Бұны қалай жасаған? Айтады да, көп қиналсаң, қиналып жетсең, ол нәрсенің жаңағыдай еңбегі тәтті болады. Жемісі тәтті болады. Ал оңай келген зат ол оңай кетіп қалады. Еш нәрсе оңай болмау керек. Оңай болған жерден қаш. Наоборот, жаңағыдай қиналып жетсең, сен молодецсің. Даже үйде де болады, мысалы, всегда бір болады ол. Бірнеше бала болса үйде, біреуі оңай жүріп барлығын жасай алуы мүмкін. Екінші салатта қиналып жетеді. Бірақ бірінші сана оңай, жеңіл болғандықтан жолы. Айтады, бұның жолы жеңіл, бұған етпей қояйық. Мынау қиналып жүреді всегда. Яғни қиналып жүрген балаға уже басымдылық беріп қояды. Неге? Себебі ол қиналып жүр ғой. Ол уже сүйікті болып қалады да. Жеңіл жүрген бала, қойшы, ол өзі бір нәрсе қылып болады. Ол жеңіл ғой. Оның жолы да жеңіл, оның жүрісі де жеңіл, оған дегенде бола салады. Мына баламды көбірек уайымдаймын. Мына баламды уайымдаймын деген сөзіне көбірек көңіл бөлем ғой. Ал көңіл бөлу бұл равно махаббат. Яғни ол махаббатты көбірек алады. Яғни страдать етсем ғана мені жақсы көреді дейтін түсінік қалыптасып қалады бала кезде. Мен қиналсам ғана менің мамам жақсы көреді. Папам сол кезде ғана келіп мен басым сипайды. Немесе болған жағдай, былай жүрген кезде сен ешкім елемейді, қалауын жасамайды, еркелетпейді. Бірақ сәл ауырып қалсаң, жатып қалсаң болды, жаңағыдай мамаң өбекшіп кетеді, айналаң қарап кетеді, қалаған тамағын жасап береді, еркелетеді, басыңнан сипайды. Баланың басында сондай ой қалыптасады да, яғни мен ауырсам, мен қиналсам, мен жыласам ғана мені жақсы көреді. Егер мен күнде күліп жүрсем, күнде жаңағыдай бақытты болып жүрсем, еш нәрсе қиналмасам, мені уже еркелетпейді. Бізде яғни просто так жақсы көру дейтін дүниені бала кезінде алмағанбыз. Біз вниманияны, махаббатты тек қиналғанда, жылағанда, бір қиындыққа ұшырағанда, алғанда үйреніп қалғанбыз, және сөйтіп ойлаймыз да. Тіпті дінге де осы нәрсені әкеп тық қояды да. Яғни қатты қиналып жатырсың ба, демек қатты саған сынақ келіп жатыр, демек сені қаттырақ жақсы көреді. Бұл негізі әртүрлі жерлерде келтіріліп айтылады. Әртүрлі сахабаларда бар дүние. Бұл жаққа кіргім келмейді. Бірақ мен де бұрын ойлайтым да, менің көзім көрмегендіктен, мен үйде бір болады ғой, особый бала болады да, сен ауырып тұрғаннан кейін, саған уже особый отношение жасайды. Бұл балаға болмайды. Басқа балалар там пол жууға болатын болса, басқа балаға. Маған болмайды ол нәрсе. Сен мен көзім көрмейді. Біріншіден мен өтірік жуам. Екіншіден мен кейсем көзім ауыра бастайды, салмақ түседі. Үшіншіден жаңағыдай просто маған болмайды уже. Қалыптасып қалған бір түсінік үйдегі. Мен ана балаларға қарап қызығатым. Мен сол кезде білмеймін, әртүрлі уағыздарды бет тыңдап қалатын. Ол кезде ондай нәрсе жоқ, андай бір-бірінен икпортпен тартып алады да, сонымен бет тыңдап қойып жатады. Үйті андай екі кісімен тыңдау дейтін сияқты нәрсе жоқ та, ол асықпай біреудің сөйлеп жатқан. Я как помню, сол кезде мынандай бір нәрсе айтылады. Яғни көп қиналған адам ол Алланың сүйікті құлы деген нәрсені естимін да. Яғни мен сонда өзімді бүйтіп жататым.
так, иә мен аурумын, иә мен көзім көрмейді, иә мен ана өзімді үйдегі екі баладан кішкене төмен сезінемін ғой, самочувствием сондай да. И сол кезде айтатынмын да, бірақ бәрібір мен Алланың сүйген құлым. Яғни бұл утешение үшін айтылған да негізі. Қиналып жатқан адамға жаңағы сабыр беру үшін, бір өзін өзі жұбату үшін, Аллах мені жақсы көріп, сол үшін сынап жатыр деп айтқанда әрине жеңіл болады. Және бұны адамның ішкі бойын жеңілдету үшін ғана айтқанда. Мен сол нәрсені сөйтіп қабылдап алғанмын. Мен всегда ойлайтын, мен қиналып тұр, мен сондай болып тұрмын, бірақ әйтеуір мен Алланың сүйген құлымын ғой деп өзімді әр сәт сайын болады ғой, езіліп бара жатқан кезде, вот депрессияға бүйтіп кіріп бара жатқан кезде, бүйтіп басыммен бүйтіп құлап бара жатқан кезде жұбатып көтеріп алатын зат та ол. Жаңағыдай беріліп кетпейтіндей, проблеманың ішіне бүйтіп кіріп кетпейтіндей, құтқарып қалатындай бірден бір сөз да ол. Настолько сондай жанға утешение береді. Но на самом деле же это же не так. Аллах бізді қиналсын деп жібермейді бұл өмірге. Қиналсын, осы байғұс бір жыласыншы, осы байғұсты бір сілкіп алайын демейді. Даже қиындық проблема беріп жатырса да, ол мені өсіру үшін, мені жаңа бір деңгейге шығару үшін, маған күшті бір мүмкіндікті беру үшін, мені пісіру үшін дайындайды. Адамдар қалай жасайды қиындық келген кезде? Мен қиналып жатырмын, мен сынап жатырмын дейді да, ол наоборот әлемнен жабылып қалады. Ашылудың орнына, жаңа мүмкіндікті көрудің орнына ол бетіп қалады да. Ал жабық адамға еш нәрсе келе алмайды. Әлемге жабық тұрған адам адамдармен қарым-қатынас құрмайды, ашылмайды ол ешкімге. Жабылып жүреді, өзінің думкасында, өзінің проблемасының ішінде растворяться етіп, одан сайын қиналып, өзін-өзі жеп, өз-өзіне ұрысып, өзін-өзі кінәлап, сол чувствомен жүреді. А ол чувствоның соңы өсуге емес, құлдырауға алып келеді. Рухани құлдырауға алып келеді. Өзін-өзі таппай қалады, не істеп жүрген түсінбей қалады. Мына әлем қызықсыз болып қалуы мүмкін. Тіпті кей адамдар суицидқа кетіп қалады да бұл кезде. Екінші мышление бар еді да, бұл жерде бізді өсіру. Яғни сен мына жолмен келе жатсың, саған қиындық беріп жатыр, проблема беріп жатыр ма? Так, мына жерде не бар? Тез түсініп алайын, сосын өсіп кетемін. Не бір нәрсеге дайындап жатыр ғой, мен так, маған мынандай күшті бір зат келе жатыр да, мына нәрсемен қазір өтіп алайын, қандай мүмкіндігі бар? Қай жерде я пропустила? Қай жерде мен өзімді тыңдамай қалдым? Қай жерде мен Құдайды еске алмай қалдым? Қай жерде мен ниетім дұрыс болмай қалды деп ана цепочканы тізіп алатын болса, ол адам тез өтіп кетеді және тез өсіп кетер еді. Жабылмай ашылып барып сұрап, мынандай дәл осындай опыты бар біреуден барып ақыл сұрап, мынаның бір жолын сұрап, бір болады ғой, ақылдасып, кеңесіп, түсінбей жатқан түсінуге ұмтылып, амал қылған кезде ол жерден тез шығасың. Ал когда сен амал жасамайсың, сен бүйтіп отыра бересің, езіле бересің, наоборот, ешкімнен ешнәрсе сұрамай, өзің проблема, тек қана менде ғана проблема бар, тек қана мен қиналып жатырмын, тек қана мен осындаймын деп отырып жабылып қалатын болсаң, проблеманың решениесі келмейді да ол. Сен солаймен бір апта жүресің, бәлкім бір ай жүресің, 3 ай, 6 ай, 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жылға кетіп қалуы мүмкін. Настолько ұзақ сол моментте қатып қаласың, бір проблеманың екіншісі келеді, үшіншісі келеді, төртіншісі келеді. Қазақ сол үшін айтады ғой, жұт келсе, жаңағыдай бір жұт келсе артынан 10 жұт келеді дейді. Бір айналдырса шыр айналдырады дейді. Бұл шыр айналдыру деген нәрседе не үшін шыққан? Потому что адам өзінің проблемасын көрмей қашып жатқан кезде, оны шешуге ұмтылмаса, одан да қиындап келеді. Айналайын тұр, есің жи деген сияқты. Оны да түсінбей жатсың ба, үшіншісін алып келеді. Ол үшін мынандай кішкентай дүние болып жатқан кезде қашып кетпей, тығылып қалмай, игнор ұстамай, жоқ, менде проблема жоқ демей, ана проблеманы шешуге ұмтылу керек та. Біз проблемамен шешуге үйреніп қалғанбыз, настолько миымыз. Сана сезім соншалықты ана шешу үшін, мысалы, былай айтайық, қаржылай қажеттілік болып тұр. Сенде сондай бір расход пайда болып тұр. Сен ойлануың керексің да, бұны
қалай ақша тапсам болады, қалай бұны шешіп тастай аламын деп ойланудың орнына, ақша қажеттілігі болып тұр ма, барады да кредит алады, барады да займға кіреді, барады да қарызға алады. Бірақ можно было жаңа жерде отырып, мен қандай потенциалым бар еді, бұл нәрсе дәл қазіргі қажеттілік маған просто пайда болған жоқ қой. Негізі менің потенциалымды ашу үшін да ақша табатын басқа жолды қарасын. Мысалы мен найымда жұмыс жасайып, таңертең 8-ден кешкі 6-ға дейін білмеймін, менеджер шығармын, болмаса сатушы шығармын, кассир шығармын, жаңағыдай бухгалтер шығармын, финансист шығармын. Яғни қандай да бір мамандық иесімін. Сол жұмысымнан бөлек айлыққа ғана қарап отырмын. Маған бірақ мына жерде сондай расход шығып тұр, что мен төлеуім керек. Ол кезде тұрып қазала тұрайын, мен зарплата төлей салам деген оймен емес, керісінше, так, мына нәрсе беріліп тұрма, значит маған ақша табу керек қой. Мына табыстан бөлек не істей алам? Мен қолымнан не келеді? Мен потенциалымда не жатыр? Давно болды ғой, менде бір арман болды, бір ой болды. Мен оны басып тастап жүрген шығармын. Ана нәрсе маған оны шешу үшін жіберіліп жатыр да. Адам шешпейді, ол нәрсені ойланбайды, не істейді? Мына жақта біреуден қарыз ала салады. До зарплаты займ ала салады. Ломбардқа бірдеңесін өткізе салады. Ана нәрсені төлеп дейді, қарап отырады. Болды. Келесі ай, үшінші ай тағы болуы мүмкін да, ондай заттар. Бірақ адам жаңағы үйреншікті әрекетін жасайды, қарыз ала салады. Неге? Ол проблеманы шешуге ұмтылып жатқан жоқ қой. Ол тырысып та тұрған жоқ та оны түсінуге. Неге бұлай болып жатыр деген сұрақ туындамайды. Ол тек проблеманы проблема арқылы шешуді ойлайды. Осы мышлениядан бізге не істеу керек? Ауысу керек. Мышленияны ауысу керек деген сөз, яғни қиналу, страданияда жүріп емес, жеңілдікке. Қиындатуға емес, сразу жеңілдетуге. Миды соған ауыстыру керек. Бұл бірден болатын процесс емес та. Бірақ ең бірінші ключевой момент табу керек. Неге мен қиналуды таңдап алғам? Неге маған қиналып ұнап қалған? Жаңағыдай бұл бала кезде пайда болған зат па? Или бала кезде мен вообще қиналмай өмір сүріп келіп, өмірдің бір қандай да бір кезеңде тұрып алып, қиналуды таңдап алдым ба? Осыған анализ жасап, өзің таба алмаса маманға барып, осы нәрсені тауып, түбін қазып, реттеп, түсінгеннен, яғни осознание дейміз, түсінік келгеннен кейін бұл нәрседен шығу жеңіл болады. Мысалы андай ғой, сен қазір А точкасында тұрсың, мына Б точкасына бару керек. Сен мына жердегі адресті білсең, карта жолын білсең, сен таксимен барасың ба, пешком барасың ба, автобуспен барасың ба, әйтеуір бара аласың да, потому что жолды білесің. Қалай барсаң да, асықпай барасың, тез барасың, комфортпен, ол өзің таңдауың дальше. Но жолды біліп алсаң, саған әйтеуір екі ортаны жүріп өту жеңіл. Но сен қазір мына нүктеде тұрсың, мына нүктені даже көріп те тұрған жоқсың, іздеп те тұрған жоқсың. Бұл точканы жеңілдету деген не, жеңіл өмір дейтін не дейтін сұрақтың жауабында іздеп тұрған жоқсың. Мынау тіптен жоқ, мына точкада тұрсың. Жылжымайсың, осы жерде айналып жүрсің. Тұрған су не істейді? Сасиды. Тура сол сияқты адам да бір орында тұрса, мына қиындықтан, мына проблемадан, мына нүктеден шығып, мына нүктеге бармаса, сасиды. Адам әрекет үшін жаратылғанда, адам қозғалыста жүру үшін жаратылған. Бір орында бүйтіп жыбырлап, айналып жүру үшін емес. Мына нүктеге бару керек. Осы үшін де мына картаны тауып алу керек та. Ол карта сен өзің білмейсің, естественно, білсең не так баратын едің баяғыда. Маманға бару керек. Біз қорқамыз, қашамыз, бірақ түбі мына нәрсе қалайды да жүрегіміз. Осы үшін де сен мені қарап жүрсің негізі. Әйтпесе андай ғой, подсознательно мына жақта бір не бар, цепочка болады да. Решение хочет. Ми шешкісі келіп жатыр. Ешкім қиналғысы келіп жатқан жоқ. Душа хочет. И решениесін осы жерде екенін біледі да ол. Бірақ ол бір ай сенбей жүреді, 2 ай жүреді, біреу 1 жыл жүреді, 5 жыл жүреді. Айналып жүреді, қарап жүру мүмкін. Мына жерде тұр, ол түсініп тұр, мына жаққа барғысы келіп жатыр. Потому что ол менен осы нәрсені көріп тұрады всегда. Ол менің фонымда бар зат. Оп-оңай шешім қабылдай салу, тәуекелге бара салу, қудырта салу, это мое. Мына жаққа өткісі келеді, но признавать етпейді, ана мойындамайды да. Мойындау қиын, эгосын жібермейді. Мен қалай барып алам,
зачем, неге деген сияқты өзін өзі қысып қинап жүреді. Бірақ мейлі 1 жыл өтсін, 2 жыл өтсін, 5 жыл өтсін, түптің-түбінде бұл темаға айналып келеді. Зачем уақытты жоғалтып, когда можно мына жолдан мына жаққа тез жетуге болса. Енді айтайық, жеңіл өмірде не бар? Жеңіл өмірде еркіндік бар, таңдау деген зат бар. Любой затқа келген кезде сен таңдай аласың. Сенде тек қана бірақ жол қиналу емес, шешімдер шыға бастайды түрлі. Былай жасайын ба, или былай жасайын ба деген сияқты ең болмағанда 2-ақ вариант болады да. Бұрынғыдай сырада кетіп, жылап, жабылып қалу емес. Сен уже шешуге үйренесің. Ал шешу бұл жауапкершілік қой. Жеңіл өмір сүру бұл жауапкершілік. Жауапкершіліксіз өмір бұл қиындық өмірді. Потому что сен дым жауапкершілік алмайсың. Мына болып атқан зат, типа, Құдай айтқасын сондай болып атыр, анау айтқасын болып атыр. Яғни біреулер үшін болып атқан нәрсе да мынау. Біреулердің айтқанымен болып атқан зат. Ал жеңіл өмірде сенде не бар? Өмірде жеңілдету деген функция бар да. Яғни ол менің жауапкершілігім. Мен қиындатпаймын, кез келген нәрсені жеңілдетемін. Даже элементарно өмір сүруді қалай жеңілдете аламын? Мен өз өмірімді қалай максимум жеңілдете аламын? Қалай максимум мен өзім қалағандай жүре аламын? Ана сен қиындықты уже айналып өткің келіп тұрады да. Бұл проблемадан қашып кетесің, сен шешіпке қаласың. Біз андай ғой, жеңіл өмір десе, халява өмір деп ойлайды да. Немесе біреуден жырлап алу, ұрлап алу, тонап алу, бір не то жол деп ойлайды да. Негізі ондай емес қой, ол просто проблеманың жеңіл шешімін іздейді. Жаңағыдай ғой, жолды сұрай салу. Барғың келіп тұр, сен ана жаққа білмейсің де қалай бару керек екенін. Барған адамнан барып сұрап білесің де. Қалай баруға болады ана жаққа? Не істеп жатсыңдар? Қандай жолдары бар, маған көрсетші. Сен сұрай аласың, сен аузыңды пайдаланасың да. Қиындататын адам ол сұрамайды, оның эгосы мынандай аспан. Мен барып, ана өзімнен 3 жас кіші Майрадан ақыл сұрайын ба? Қуама құрсын, зачем? Еще біреуден барып сұрап, оны сатып алуым керек па деген әңгіме шығады да. Яғни западло оған ана эгосын түсіріп, өзінің тупой екенін, тупой деген грубо естілетін шығар, бірақ енді білмей жатқанын мойындай алмайды да. Қиналып жатқанын мойындай алмайды ол. А мына адамда эго жоқ. Бұл барлық адам мен үшін бірдей, мені солай қабылдайды деп ойлайды да. Бұл жерде типа мен жоғарымын, мен ақылдымын, мен кереметпін деген нәрсе жоқ. Менен жасы 10 жас кіші болса да, мынау тұрып, басын иіп тұрып сұрай алады. Қазақта күшті сөз бар ғой, білмесең сұра дейді. Үлкен болмаса кішіден сұра дейді. Яғни сұрағанда тұрған ештеңе жоқ. Одан мен жаман болып кетпеймін. Одан мен деңгейім түсіп қалмайды, абыройым қирап қалмайды. Мен бір чорт болып қалмаймын, грубо айтқан кезде. Мен просто адам ретінде барып адамнан сұраймын. Жеңілдетем. Ақысын төлейтін болсам, сәйкесінше мен жеңілдетем. Бізде не көп, не спрошено дейді, сұралмаған ақыл көп та. Ата-анамыз, әжеміз, бауырымыз, туысқанымыз, какой-то көршіміз, кластасымыз, досымыз бізге келіп ақыл айтады да. Бірақ өзінің өмір қирап жатыр. Мен оның өмірін сүруді қаламас едім. Мысалы, мен мамамның өзі, мысалы, отношенияда қиналып жатырсың да. Вот папасымен, яғни папаммен сыймай жатыр да, күйеуімен сыймай жүр, қырылып жатыр, күйеуі оған ұрсады, айқайлайды. Сөйте тұра, саған тұрмыс құру туралы әңгіме айта бастаса. Немесе отношения туралы қандай да бір ақыл айтатын болса. Қалай тыңдайсың сен оны? Сен тыңдамайсың ғой. Я деп қою мүмкін, бірақ сен серьез қабылдамайсың оны. Потому что сен көріп тұрсың көзбен, мына жақ қиналып жатқан. Сен бала кезден бері көріп келдің, что екеуінің арасы онша емес екен. Әрине, адам барып отношениесі дұрысырақ.
әлдеқайда өзі қызығатын, өзі қалайтын адамнан барып кеңес алады, курс өтетін шығар, әйтеуір бірдеме өтеді да, осы үшін ақы төлейді. Бірақ біз айтады, мен өзім ата-анаң тұрған кезде неге біреудің ақылын қайтесің, ананың ақылын қайтесің деп сұрай айта бастайды. Сұралмаған ақылдың құны жоқ. Адамдар неге біреуге ақыл айтуға күшті болады? Себебі оның ақылын ешкім сұрап жатқан жоқ. Ақылын ешкім керек етпейді. Ешкімге керек емес. Керек болса, итак ақысын төлеп алар еді. Ол да потенциал. Біреуге дұрыс жерден дұрыс есікті көрсету, ол үлкен потенциал. Ол проблеманың шығатын есігін көре алу, алдын көре алу, көрегенділік, ол құнды дүние қазіргі заманда. Мысалы, менің қазіргі бір шагымның артындағы 10 шақты анық бір адам көріп тұрса, мен оған ақы төлеуге дайынмын. Неге? Себебі ол менің өмірім жеңілдетеді тағы. Егер жаңағыдай өзінің білмей өмірінен өз дымға жетпеген адамның кеп ақыл айта беруі қызық емес ол. Потому что сен білесің, ол адам өзі жетпеген. Мысалы, ол әлі өзі білмеймін, әлі миллион теңгесін таппағанда, сен қалай одан ақша туралы әңгіме тыңдайсың? Немесе ол саяхаттап көрмеген, сен одан барып қалай саяхатқа шығып, зачем ақшаны құрту, ол андай, ол мындай деген әңгімесін тыңдап, зачем? Потому что ол адам өзі шығып көрмеген. Яғни адамнан барып қайтсам болады, өзің былай қалап, сұрап алмаған ақылның құны көп дейін. Сондықтан біреуге ақыл айта бермеңіздер. Сізден ешкім кеп сұрамай ма, араласпаңыздар біреудің өміріне. Ол жаңағыдай ғой, сұралмаған ақыл, это сұралмаған энергияда. Ол жерде тегін жасап жатсыз соны. Тегін беріп жатсыз, ол жерде ақша бар еді негізі. Бірақ ақша ақылын бере алмай тұрсыз ғой, потому что сіз өзіңіз құнсыздандырасыз. Ол нәрсе ешкімге керек болмай тұр, сізден ешкім сұрамай тұр, поэтому сіз пихать етіп жатсыз өзіңіздікі. Значит, не надо пихать етпеңіз, күтіңіз. Сол ақылды өз өміріңізге қолданыңыз. Ана басыңызда ақыл тасып батқан дүниенің бәрін өзіңізге қолдана беріңізші. Сосын жұрт сұрай бастайды, не болады, мынау сен күшті болып кеткенсің ғой деген кезде ғана вот ақыл айтуға болады да. Потому что адам сұрап тұр. Сұраныс бар жерде ғана ұсыныс болу керек. Біз біреу сұрасын, сұрамасын кеп. Даже андай да болады, ана жерде мынандай бар екен, сен соған барып көршеш дейді. Зачем ол сені сұраған жоқ әлі? Мейлі жаңағыдай білмеймін. Ол психолог болсын, ол жаңа визажист болсын, дәрігер болсын. Ол сені кеп сұрап тұрған жоқ, айтып жатқан жоқ та. Так, менің көзім ауырады екен. Сен күшті окулист білесің бе? Сен де көзбен қаралып жүретін білемін ғой. Подскажи мне десе, айтуға болады да. Біз андай сұрамай жатып ақ, маған өте көп жазады да. Сіздің көзіңіз ауырады ғой. Мынаны ішіп көрсеңізші, мынандай өнім шығыпты ғой, мынандай бар ғой. Мен сұраған жоқпын ғой сенен, ё-моё. Зачем ол нәрсені айтып жатсың? Маған не интересно сен айтқан? Маған қызық болса, мен өзім сұрап алатын едім ғой, не болады деп. Яғни сұралмаған ақыл беру, ол өз өмірін тоже сүрмеу да негізі. Өз өміріңнің мына жерінде кашасына қарамау, өзге бірінің өміріне араласып кету. Анда мына жертвалар именно. Өзі жертва болып жатыр өз өмірінде. Быт шыт деп жылап жүр. Бірақ мына өзінің жертвалығынан шығып, жауапкершілік алып, мына жерде жұмыс жаса, өзін көтеру дофига жұмыс қой. Қиын да ол. Нақты жертва бола берейін. Бірақ ана ішіндегі эгосын қанағаттандыру керек қой. Өзін бір жаман сезініп қалмау керек. Мен всегда жертва болып жүре берем ба? Менен де асқан жертвалар бар ғой. Барады да соларға спасатель болады. Біреуді барып құтқарғысы, әсіресе андай қыздар болады да. Қазір өзі ақша тауып атқан жоқ. Қазір өзі бір бай емес, табысы жоқ, бірақ не істейді? Бірақ былай жасайды. Бір жігітті алып, ол да табыс таппайды. Соған мотивация беріп, соған бір күш беріп,
күшті сөздер айтып ананы байытып алғысы келеді да. Анау байып үлгемен білегі мені орайды деп ойлайды да. Жаным ау, сен өзің ақша таппайды. Біреудің ақша табуына қалай әсер етесің? Сен өзіңнің проблемаңды шешпей жатып, біреудің проблемасын қалай шешесің? Өзіңнің өмірің жеңілдемей, қалай біреудікін жеңілдетесің? Типа өзің үшін кіші құдай ғой. Құдай көріп алады деп дейді. Мен қазір мына жігітке мотивация берем. Мына жігітті қарапайым жігіттен ханзада жасайым, олигарх жасаймын. Сіз андай фразалар жаттап алады ғой, андай цитаталар жаттап алады. Мықты еркектің артында мықты әйел тұрады. Значит, мен мықты болам. Атаның басы. Неге? Мықты әйел болсаң, сен бірінші өзің мықты болып алуың керек. Сосын сенің жаныңа сондай мықты ер адам жолығады. Сен тенімен дейді ғой, жертва болып тұрсың ба, саған да сондай жертва жігіт келіп тұр да. Ол тұрмайды, сен мотивация бер, көтінен теп, білмеймін, жаңағыдай алдына бәрін әкеп қой. Жылжымайды, ол өзің сияқты жертва ғой, сен істемей жүрсің ғой. Сен байып кетпей жүрсің ғой, сол сияқты ол да байып кетпейді да. Не істеусең де бәрібір оған. Немесе қолына сәл ақша түсіп, андай күшті болып жатса, ол жігіт алды, сен лақтырып кетеді, орнына басқа қыз табылады алады. Потому что сен мотивацияң уже жетпейтінін біледі ол жігітте. Сен де жертвасың өзі сияқты. Ол сәл ақша тапты ма, өзі сияқты бір более уверен қыз іздейді да. Сол сияқты тең-теңімен дейді. Сен жақсы болсаң, сен өзің ақша тауып тұрсаң, самодостаточно дейтін сөз бар ғой. Яғни өзіңе өзің жеткілікті болып тұрсаң, өзіңнің ішіңді, дыраңды біреу арқылы толтыруға ұмтылмасаң, толық тұлға болсаң, саған да сондай толық жігіт келеді да. Толық полноценный жігіт болса, оған мотивация берудің қажеті жоқ. Оның көтеннен барып тебудің қажеті жоқ. Ей, тұр деп қақылдаудың қажеті жоқ. Қашан қайдан жатасың, қашан ақша табасың, маған қашан сыйлық бересің, енді қашан деп қаның ішпейсің. Потому что он уже адекватный, ол нәрсе ол уже біледі. Ол ақшаны сен үшін таппайды, ол үшін табады. Сыйлық беру оның миында уже нормально. Сен сұрамасаң да, намектамасаң да, жыламасаң да, истерика жасап, андай концерт қойып, бір сценарий құрмасаң да, ол автоматты түрде береді. Неге? Себебі оның миында бар. Ол жертва емес. Ол әйелге беру, это нормально екен біледі. Жаңағыда айтпайды да, ол зачем оған гүл беріп, бәрібір қурап қалады дейтін еркек болмайды да ол. Сондықтан да өзің ана бейшара состояниясынан бірінші өзің шықта, біреуді құтқармай, ары бері жүгірмей. Осы үшін адам басқаларға барып ақыл айтады. Сен бет жасай, туып ал екіншісін, құрысын ертең бірге өсіп кетеді. Потому что өзіңде мына жерінде былғып жатыр баласы. Миы ашып жүр, сен кайфовать етіп жүрген көре алмайды ол. Сен де туу керексің, сен де миың ашып отыру керек. Тұра бер ата енеме, мен де тұрып жатырмын ғой, нормально ол. Ешкім жаман болып кетіп жатқан жоқ қой, нормально жоқ қой бәріміз. Тұр, зато разылығын аласың. Қинал мен сияқты деп жатыр да, негізі оның ақылы мынандай. Мен ғана қиналам ба, бәрің күшті болып жүресіңдер ма, бәрің қиналыңдар мен сияқты. Мен ғана страдать ете берем ба, сен де страдать ет. Адамдар бақытты, жақсылықты, махаббатты бөлісуге келген кезде өте сараң. Бірақ негативті, қиындықты, біреудің энергиясын жек қоюға келген кезде өте щедрый, өте жомартпыз оған келген кезде. Бөлісе салады да өзінің уымен. Бірақ біреуді мақтай алмайды, мойындай алмайды. Даже осы күнге дейін мен бір көріп жатқан. Қанша күн болды мынау? 6-шы эфир ма? 6-шы эфир өтіп жатыр. Әлі нормальный коммент жоқ ананың ішіне. Адамдар көреді, қарайды, біле жатыр ма енді кім көріп, кім қарап жатқан. Пайдаланып жатқандар бар шығар. Бірақ айтады ғой, бір рахметі жоқ. Неблагодарный. Неғұрлым адам неблагодарный болса, соғұрлым әлемде оған бермейді. Біз бәрін так должны деп ойлаймыз да. Ол беру керек. Неғып бермейді екен? Берсін. Яғни рахмет айту дейтін нәрсені білмейміз. Даже біреу элементарно жол беріп жүрсе, есігі ашып жіберсе,
рахмет деп бүйтіп басымызды ие алмаймыз. Нормально құрсын, не болыпты, бір есік ашып жүрген сонша. Ашты. Аны солай қылып қалдырамыз да. Біреу көмектесіп жіберді ма, рахмет айта алмаймыз. Мойындай алмаймыз оны. Біз жақсылықты бөлісе алмаймыз. Біреу күшті болып жатыр ма, оған қуана алмаймыз шынайы. Өтірік маска, даже біреудің тойына кеп тұрып, туысқанның өзі кеп, дастарханын сынап, ананың жаңағыдай дейді, кит, мит, бір нәрселер бар ғой, алмасатын құдалардың арасы. Соның өзін сынап, бүйтіп қарап, мынандай берген ба? Өткенде ана Айсәулеге андай зат берген. Мына онша емес қой, деп салыстыра бастайды да. Іштен шыққан жау жаман дейді негізі. Бір-бірлеріңізді көре алмасаңыздар, айдалада басқа біреу емес, өзіңнің бауырыңды, туысыңды, көршіңді, жаныңда жүрген адамдарды көре алмасаң, онда бекер ау. Онда қиын ау. Неге? Себебі сенің сонша, айтады ғой, ішіңдегі боқ қасып жатыр да. Анау уже келмей жатыр да өзің жинауға. Жасыра алмай жатсың сен ана жерің боқ-боқ болып жатқаның. Бұрын замаскілеп, бір нәрселер жауып қоюға болатын болса, уже сыртына шығып жатыр. Невозможно ұстап тұру дегенді білдіреді. Болды, уже бұл нәрсемен жұмыс жасау керек. Болды, сен айта алмайсың да, жоқ, менде бәрі жақсы. Адамдар айтады, ой, менде бәрі керемет, менде бәрі жақсы, мен психикам күшті. Күшті болса неге бай емессің, жаным ау? Неге сенде әлі ақша жоқ? Неге сен әлі қиындықта жүрсің? Неге сен әлі кредитта жүрсің? Неге сен кайфовать етіп жүрмейсің? Неге сен ақшаны рахаттануды білмейсің? Мойындамаймыз. Қиын, ауыр. Больно соған. Айналып жүрген өйті. Біреуге барып боғын жаққан жақсы да. Алғыс айту, бұл жаңағыдай жеңіл деп айттым ғой, жеңіл өмірде. Осы жақта жатқан дүниеде. Ол жақта жүрген адам әр сәтқа благодарный болады. Әр сәтке благодарный болады. Біз ауаны да как должный қылып қабылдаймыз ғой. Ауа бір елеп ескеретін зат емес сияқты да. Немесе күнде тұра алғаның ұйқыдан. Су ішіп жатқаның таза. Екі аяғының жүріп тұрғаның. Оған біз благодарны болмаймыз. Адамдарды қоя берші, біз Алланың өзіне ондай разы бола алмаймыз. Шүкіршілік жоқ настолько. Как должный қабылдаймыз. Беру керек маған, нақ бермейді. Ауа ма, ол ауа бәрі жүріп жүрген ауа, мен оған неге рахмет айтам. Нормально жазат қой. Беру керек қой маған ол ауаны. Көп болған жоқ қой, 2020-да қиналып қалған жоқса коронавирус кезінде. ИВЛ аппарат таппай, аппарат жетіспейді. Неге? Настойка андай да. Ауаның қадірін біліп қалдық қой. Ауаны қоя берші. Ана коронавирус болып бәріміз карантин үйде жатқан кезде, далаға шығып жүрудің, еркін жүрудің бақыт екенін көрдік қой. Шүкіршілігіміз біраз артып қалды ғой. Бір үйде бір квадраттың ішінде бүйтіп айналып жүргеннен кейін, ұнамайтын жұмыс деп әлдеқандай да болады ғой адамдар. Сол жұмысқа барып келген өзі де бақыт екен ғой. Мұғалімдердің еңбектері көрініп қалды да, мұғалімдер, мұғалімдер андай-мындай жамандап отыра береді ғой. Баланың миын ашып онлайн оқытқан кезде миылар ақ кетті ғой ата-аналардың. Настойка біз неблагодарны екенімізді сол карантин көрсетті. Мендегі клиент 2 есе ме 3 есе ме көбейді ол кезде. Адамдар сыймай кетті. Бір үйде бір-бірін көтеру қиын болып қалды да. Истинный лицолар, маскалар ұшып кетті. 24-те 7 бір-бірін бүйтіп көріп отырады ғой. Күнде жұмыста, анда-мында алаңдайтын еді да. Көріп отырмын, әйел мен күйеуі бір-бірінің айнасы, бір-бірін көріп отырып, терпеть не может. Мына жақта балалар қосады, балалар ата-ананың айнасы. Өздерін көріп шоке болды да, былай айтқан кезде. Мен осындайым ба не деген сияқты. Мен кімдермен тұрып жатырмын деген сұрақ туындап кетеді да сол кезде. Милар жарылып қалды. Бірақ ол кезде де біздің шүкіршілігіміз арттыру үшін біраз нәрсені түсіну үшін берілген ол опыт еді да негізі. Түсінгендер өте ұшып кетті. Яғни көтеріліп кетті, дамып кетті. Түсінбегендер 2020-ның кезіндегі карантиннан кейін
минусқа кетті, кризисқа кетті. Әлі күнге сол қарызда, әлі сол кризиста жүр. Өз-өздерін таппай қалды, не істейтіндерін білмей қалды, жабылып қалды. Бұл да осының көрсеткіші. Жеңіл өмірге сүру, қорытынды бір айтайыншы, өте жеңіл процесс. Біз ойлаймыз ғой, аңырсып, жертва болып, әркімнен бір сұрап, сен маған бер, сен тегін бер, сен көмектес, сен айтып бер, сен қаржыны төлеп бер. Яғни бәрін грузить еткен, сұрай берген жеңіл деп ойлаймыз да. Қиналып жүру, жауапкершілік өмір сүру жеңіл деп ойлайды да ми. Бірақ бұл өмірге қараған кезде жеңіл өмір сүру әлде қайда жеңіл. Неге? Себебі сен адамзаттан, жаратылғандардан ешнәрсе сұрамайсың, сен тек Алладан сұрайсың. Бұл бір. Сенде автомат түрде анадан қарыз алсам екен, мынау көмектесем екен, анау жақсы көрем екен, мына жігіт мен жақсы көрмей қалам екен, мен бүйтсем мен ұнатпай қалам екен деп біреудің көңілін іздеп тұрмайсың. Адамдардың разылығы үшін өмір сүруді қоясың. Қиын өмір сүруде бірінші ойда адамдардың разылығы тұрады. Барлығына ұнауға тырысу тұрады. Өтірік маска не үшін киеді адам? Біреуге ұнау үшін киеді. Автомат түрде осы нәрсе түседі. Саған өте жеңіл болады. Неге? Сен тек қана Раббыңа ұнауға тырысасың. Болды. Сен Алладан басқа ешкімнің алдында ұнайын, бір нәрсе ойлап қалады екен, мен туралы бүйтіп айтады, басын қатырмайсың сен. Потому что сенің Раббың бар да жаныңда. Бәрібір мына әлем төңкеріп кетсе де, Құдайдың өзі тура екенін түсінсең, болды ғой. Мен соның разылығын іздеп жүрсем, мына жақтағы қиындық, адамдардың әңгімесі тым қызық емес. Сен керек зат болса да, өміріңде бір ситуация болып жатса да, жаңағы ағамнан барып сұрайын, көкемнен барып сұрайын, мәке-сәке таныс іздейін, папам айтайын, мамам айтайын, біреу шешіп берсе екен, бір күштік шығып қалса екен, ана жігітім шешіп берсе екен, мынау бүйтіп берсе, үйтіп тұрмайсың, сен сразу прямо Құдайыңа барып тұрасың да. Құдай, менде мынандай болып жатыр, маған шешіп берші. Болды. Автомат түрде сен 100 адамнан сұрайтын болсаң, сен бір-ақ жерден сұрайтын боласың да. Ал барлық жүректердің иесі Алла ғой. Ол сияған жаңағы керек махаббат, жылу, сезімнің барлығын итак Аллах беріп қояды да. Қиналмайсың. Екінші дүние бұл жерде жеңіл дейтін, жауапкершілік алу. Жаңа айттым ғой. Сен жаңағы өзің қиналып, сұрап жүрген кезде өзіңді жеп жүресің ғой. Жаңағы жертва болып жата бересің, жей бересің, жауапкершілік аласың. Жауапкершілік алған кезде сенде наоборот таңдау пайда болады. Біз ойлаймыз ғой, кішкентай бала болу ғой, яғни біріншісінде қиналу. Менде қиын, маған көмектесіңдер, маған беріңдер деп айту, это как ребенок позициясы. Есеймеу. Балаға бәрін береді, бәрін алып береді, бәрі көмектесу мүмкін, бірақ бұл бәрібір түбі өсу керек қой. Ертеме кеш па ол өсу керек. Пинок береді, білмеймін, бүкіл адамдарынан, жақындарынан айырып тастай ма, сондай болып келеді. Болмаса ешік бұнымен араласпай қоя ма, жалғыз қалып қоя ма, әйтеуір бірдеме қылып бұны есейтеді да, қиын жолмен. Когда адам өз жауапкершілік алатын болса, ол оңай жолмен өтеді процестен. Ол соншалықты через жопу, яғни через соншалықты қиындықпен, жаңағыдай бүкіл ата-анасынан, бауырларынан айырылып, бәрі теріс айналып, банкротқа кетіп, соншалықты бір білмеймін, минусқа түсіп барып есін жинамайды. Өте тез есін жинап, тез өтеді ол процестен. Яғни жауапкершілік ала отырып өмір сүру жеңілірек мына жаққа қараған кезде. Ең қарапайым осы екі-ақ мысалмен ақ түсіндіруге болады да. Жеңіл өмірдің кайфы. Жеңіл өмірде және тәуекел көп. Сен істейсің, Аллаға тәуекел дейсің, баса бересің да. Сен андай болмайды. Болмай қалса не болады, қолымнан келмей қалса не болады, вдруг мынандай болып қалса деген вопрос туындамайды. Не? Тағы да сен Раббыңа сенесің. Мына жақта жүрген адам не көп? Болмай қалса, бүйтіп қалса, сөйтіп тіпті тәуекел еттім деп ауызбен айтып тұрып, жүрекпен сенбейді да. Бастап жатып істі, уже ойлап жатады да. Так, вдруг минусқа кетіп қалса, вариант дейді да. Минус болып жатса, мына жақтан шешім уже андай. Сол проблема болып қалған күннің өзі шешімін құрастырып ұмтылып жатады. Миы, айттым жаңағыдай қиындыққа бағытталған, ол қиындық іздеп тұрады да. Жақсылықты, жеңілдікті көтере алмайды. И решениесын ол
Алладан емес, решениесін адамдардан іздейді. Мына жерде мынандай таныс бар ма шешіп беретін, мынау көмектесіп жібере ала ма маған, әлде көмектесе алмай ма? Шешімнің өзінен іздемейді, Раббысынан іздемейді, екеуінен тыс заттардан іздей бастайды ғой. Болды ғой? Біштеді ғой, өмірді қиындату осының өзі. Яғни ең қарапайым түрде осы. Енді кімге осы жеңіл өмір сүру, состояние, өзін өзі түсіну деген нәрсе керек болса, дайректке жазып маған тегін медитацияны алсаң болады. Тегін просто. Безвозвратно деп болады ғой. Қайтарымсыз. Қайтарымы жоқ. Сұрауы жоқ. Сондай. Бүгінгі айтқым келген осы. Яғни қиын өмір сүру бұл программа. Одан ауысуға болады жеңіл өмір сүруге. Адам өзі ол процестен өтіп кете алатын болса, баяғыда өзі-ақ жеңіл өмір сүру өтіп кете алар еді. Себебі жеңіл өмір сүруді транслировать етіп жүрген өте көп маман бар, адам бар. Бірақ адамдар перенимать ете алмайды. Себебі оның андай ғой, мысалы Android тұрып алып iOS болып кете алмайды да. Android iOS болу үшін ол кәдімгі iOS-қа сатып алу керек та. Болды, ол Android-тан iOS жасаймын деп, оны қопара беру не вариант. Қанша жерде мына жаққа келіп тықса да, ол бәрібір Android болып қалады. Мынаған прошивка жасайық, мынаны ауыстырайық, корпусын ауыстырайық, iPhone-ның сыртын алып келсек, бәрібір ол дым ауыспайды, оның сырты өзгеретін шығар, бірақ іші Android. Мынаны тастап, бұрынғыны тастап, жаңасын алу керек та. Бұрынғыны тастау, сен өзіңді өзің тастай алатын шығарсың, бірақ жаңа нәрсені өзің құрай алмайсың. Адамда ол нәрсе жоқ. Даже элементарно біз әріп, жаңағы өмір сүру дейді, әрбір этапта бізде ұстаздар бар ғой. Садик бар, мектеп бар, универ бар. Каждый цепочкада ұстаздар болды ғой. И тура сол сияқты біз цепочка жолдардан өтеміз. Адам хочет, не хочет, мойындау керек, что біз слабымыз. Біз өзіміздің программамызға келген кезде слабымыз, біз өзіміз өтіп кете алмаймыз ол дүние. Біз біреу арқылы өтеміз. Осы үшін айтады адам, адамға адам керек деп. Адам күні адаммен деп қазағым баяғыда айтып кеткен. Осындай. Бүгінгі эфир осы туралы откликация етсе, ұнаса, міндетті түрде записта көретін болсаң, тоже комментарий жазсаң болады. Сторисқа шығарып бөлсең болады. Күндерің сәтті өтсін. Всем пока.